Сіздің денеңізден қажетсіз токсиндерді, қалдықтарды және артық суды кетіруге арналған канализация жүйесінің өзіндік нұсқасы бар екенін білесіз бе? Бұл біздің қан айналымы жүйесі сияқты лимфа жүйесі деп аталады. Бірақ артериялар мен вена қан тасымалдаса, лимфа немесе лимфа тамырлары әлде қайда жұқа және лимфа деп аталатын түссіз сұйықтықты тасымалдайды. Біздің лимфа жүйеміздің үш негізгі қызметі бар. Біріншісі, инфекциямен күресу үшін қолданылатын лимфоциттер деп аталатын ақ қан жасушаларын қамтиды. Екіншісі, дене ұлпаларынан қан айналымына сұйықтықты тасымалдайтын бір жақты тасымалдаушы жүйе ретінде әрекет етеді. Үшіншіден, қан айналымы кезінде жасушалардан шығатын қалдықтарды жояды. Қан плазмасы қан тамырларынан шығып, дененің ұлпаларына өтіп, жасушаларға оттегі мен гормондарды жеткізеді. Плазма ұлпа сұйықтығын айналады және біздің денеміздің барлық ұлпаларын қоршайды. Сөйтіп, жасуша қалдықтарын, артық суды және токсиндерді жинайды. Бұл сұйықтықтың 90% айналымға қайта оралады. Бірақ сұйықтың 10% қайта қалып, кейін лимфаға айналады. Сондықтан бізге бұл лимфа сұйықтығы қозғалатын арнайы жүйе қажет. Лимфа сұйықтығы лимфа тамырларына ағып өтеді. Содан кейін ол бүкіл ағзада орналасқан лимфа түйіндеріне барады. Лимфа түйіндері лимфаны сүзеді, зиянды заттарды ұстап қалады, немесе жояды. Лимфа түйіндерінде лимфоциттер деп аталатын лейкоциттер бар. Олар бактерияларға, вирустарға, зақымдалған немесе қатерлі ісік жасушаларына шабуыл жасайды. Нәтижесінде оларды жояды. Сүзгілеу және ыдырату иммундық жүйеміздің маңызды бөлігі болып табылады. Бізді ауруға шалдықтыратын зиянды заттардың қанымызға қайта түсуін тоқтатады. Қалдық өнімдер мен жойылған бактериялар лимфа сұйықтығында мойынға дейін үлкен лимфа тамырлары арқылы тасымалданады. Онда кеуде өзегі лимфаны қанға қайта босатады. Содан кейін қан ағымы қалдықтарды сыртқа шығарады. Біздің лимфа жүйемізге сонымен қатар бірнеше мүшелер кіреді. Көкбауыр, айырша без, бадамша бездер және аденоидтар. Құрметті оқушылар, қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.